Қайырлы кеш, құрметті О-маркет қатысушылары, О-маркет тұтынушылары, болашақ бизнесмендер деп айтсақ та болады. Көптен бері вебинар жасамаған болатынбыз. Сол сәт бүгінгі уақытқа келіп тұр екен. Вебинар ұзақ болмайды, достар. Вебинардағы айтылатын тақырыптарымыз, бүгінгі вебинардағы тақырыбымыз О-маркеттегі өзгерістер, мүмкіншіліктер, факторинг компаниясы жайлы бірінші тақырыбымыз. Екінші тақырыбымыз біздің курстың, то есть біздің қазір оқыту орталықта курсымызға О-маркетке қоса тағы да дополнительный курстарды қойып отырмыз. То есть ол қандай дейді сұрайтын болсаңыздар, оның ішінде налоговый отчетностьтар. Оны қалай жүргіземіз, қалай отчет тапсырамыз, 910 форма бойынша, то есть ол да курсқа кіретін болады, біздің курсқа. Демек, ИП-ны ашудан бастап, курсты жаңағы заявкаңызды жауып, түскен ақшаңыздың оборотынан үкіметке налог төлейсіз. Сол налогты қалай жасау керектігі туралы біз қосымша курсқа қосып отырмыз. Үшінші тақырыбымыз біздің акция жөнінде. Біздің О-маркеттегі болып жатқан курстарға біз соңғы акциямызды жариялап отырмыз. 30 қыркүйекке дейін кім төлеп тіркеліп үлгереді? Мейлі ол сол кездегі 30 марафонға қатысамаса да, кейін қазан айының ішінде, қараша айының ішінде қатысса да болады. То есть қазір акция кезде сіздер тіркеліп үлгерсеңіздер, кейін О-маркеттің курсының бағасы өз бағасына шыққан уақытта сіздер осы акция бағасымен өте аласыздар. Енді тақырыбымыздың біздің ұзақ уақыт болмайды. Вебинар алдындағы уақыттарда біз 1,5 сағат, 2 сағатқа дейін созылатын, 1 сағаттан аса болатын. Қазір 1 сағатқа сүйдіруге тырысамыз барлығын. Енді О-маркеттегі өзгерістер дегеніміз, О-маркетте біз жаз бойы, көктем бойы айтқан болатынбыз, күз айында факторинг компаниясы қосылады деп. Факторинг дегеніміз қандай қызмет түрін атқарады? Сіз О-маркетпен немесе госзакуппен бір товар көзін, жұмыс көзін жапсаңыз, заказчик сізге 30 жұмыс күнінің ішінде сізге ақшаңызды төлеу керек. Товарға немесе қызмет түріне. Енді соны кейбір заказчиктер 15 күнде төлейді, кейбір заказчиктер 30 күнде төлейді, бір заказчиктер 5 күннің ішінде төлейді. Соны 30 күн бойы күтіп отырмас үшін факторинг қызметін алсаңыздар болады. Және ол факторингпен қалай жұмыс жасау керек, қалай заявка беру керек, оның тиімділігі, оның минус жағы, плюс жағы деген сияқты, оның барлығын біз курста үйретеміз, курста айтатын боламыз. Курсқа тіркелген кісілерге, мынау оборотта ақшасы жоқ кісілерге бұл өте тиімді факторинг. Оборотта ақшасы жоқ, ақшам таусылып тұр, ақшамның барлығын заявкаға жауабуға отправить етіп тастадым, то есть төлеп тастадым, енді оплата күтіп отырмын, төлем күтіп отырмын заказчиктерден, басқа заявкаларды алғанға деп күтіп отыратын кісілерге факторинг компаниясы өте тиімді, өте ыңғайлы, достар. Одан кейінгі осы факторинг жайлы жаңағы тағы да айта кетейін, бұл жерде 10 миллион теңгеге дейінгі ақшаны бере алады. Факторинг компаниясы 10 миллион теңгеге дейін ақшаны сіздерге бере алады. То есть 10 миллион теңгеден 10 тендер ұтып алсаңызды сізге береді. Және енді әрине қазір О-маркет порталында бір договор 100 МРП-ден аспайды. Сол себептен ол 300 мың теңгеге жуық ақша. Ол факторингке ешқандай да ауыртпалық, қиындық тудырмайды. Енді 10 миллион беріп отқан мекеме ол үшін 300 мың теңгелік заявканың 100-і болса да төлеп беруге шамасы жетеді. Және оның енді жасалу процесі, оның процедурасы қалай жасалынады, оның кімге жаңағы өткіземіз, счет фактураны кімге жібереміз, оны қандай каналдармен жүргіземіз. То есть осының барлығын біз курс жөнінде айтатын боламыз, факторингті қалай пайдалануға болатындығы туралы. Одан кейінгі екінші тақырыбымыз, біздің екінші тақырыпқа келетін болсақ, ол курс жөнінде, курстың форматы. Бізде курста мынандай нәрселер бар. То есть нөлден бастап, ИП-ны ашудан, ИП-ны ашып, қандай ИП-ны ашқан кезде қандай окет таңдаймыз, қандай налоговый режим таңдаймыз, және де госзакупке тіркелу, О-маркетке тіркелу, товар, тариф активировать ету, товар тіркеу, точка продаж настроить ету, және курьерлік службалар. То есть О-маркетте заявка алып жұмыс жасау үшін толыққанды біз курс жүргізген болатынбыз осы уақытқа дейін. Ендігі уақытта О-маркеттен бөлек сол жасаған жұмыстарыңызға сіздер жылына 2 рет отчет тапсырасыздар. Сол отчетты ешкімге
шығындалмай, еш жаққа шықпай, еш жаққа бармай үйде отырып тапсырудың жаңа жолын біз үйрететін боламыз. Ол да осы курстың ішіне кіреді, достар. То есть бұл комплекс болып саналады. Сіз ИП-ні ашасыз, омаркетпен жұмыс жасайсыз, ал енді отчет тапсыратын кезде қайтадан қиналасыз, адам іздейсіз, маған адам тауып бер, маған отчет тапсыратын. Әрине осы кезде көп кісілер білмейді, білмейтін кісілер, әрине білетін адамға білмейтін адам көбінесе бір аңқау сияқты көрініп тұрады. Сол кезде адамдар 30 мыңға жасап берем, отчетыңды 20 мыңға жасап берем, 50 мыңға жасап берем деп осындай ақшаға жасайды екен. Ондай шығын шығармас бұрын, ондай шығынға түспей, сіздер осы омаркеттің курсын өткен кезде бірден сол отчетты тапсырып үйреніп алсаңыздар болады. Және ол да 1 жылдық сопровождение консультацияға кіреді біздің жабық чаттың ішінде. Сіздер енді бір сабақ өткеннен кейін ол бірден барлығы естеріңізде қалмайды. Ол күнделікті жасалып тұрмағаннан кейін адам бәрі оны ұмытады. Адам оны ұмытпас үшін күнделікті адам онымен айналысып тұру керек. Адам естен шығып қалмас үшін. Бір ай тоқтамай айналысқан адам ол енді әрине естен кетпейді. То есть енді ұмыту үшін біраз уақыт керек шаруа үшін. Сол себептен біз консультацияда жасаймыз, курстың ішіне оны да кіргіземіз. Енді көп кісілер жазып жатыр, сіздер тендер оқытасыздар ма, сіздер госзакуп оқытасыздар ма, самұрық оқытасыздар ма деп. Біз самұрықты да оқытамыз, және госзакуп порталында оқытамыз. Жеке бұл омаркеттен бөлек мүлдем. Бұның өзінің условиясы бар, обучениенің өзінің сопровождение уақытысы бар, қанша уақыт сопровождение жасалынады, және қандай форматта жасалынады, жеке курс қалай өтеді, топпен курс қалай өтеді. То есть осылардың барлығы самұрықтың, жаңағы госзакуптың өзінің жеке форматы бар обучение. Омаркеттің өзінің жеке форматы бар. Омаркетке өзінен ыңғайлы. Мысалға, омаркетті мемлекеттік мекеменің сатып алу жұмыстарының мүлдем хабары жоқ кісілер бар. Оларда ИП да жоқ, ТО да жоқ. Немесе бір кездері бір деңгемен айналсам, бірдеңе ашам деп ИП ашып алған, бірақ оны түсінбейді ешқандай ИП-ның қандай налоговый отчетності бар екен, ОКЕТ деген не, ОКЕТті не үшін таңдау керек, қандай түрін таңдау керек екен кісілер білмейді. То есть нөлден бастап заявканы жапқанға дейінгі толыққанды курс бар. Жаңағы оның ішінде енді өздеріңіз білесіздер, омаркет пен госзакуп бір-біріне интегрированы. Екеуі бір-біріне интегрированы болғандықтан госзакуптың правиласын міндетті түрде білу керек. Алғашқы правиласы. Бір көзден сатып алу жұмыстарының правиласы қалай жасалынады. Және осы туралы да біз осы курстың ішіне кіргізіп үйретеміз. Одан кейін госзакуптен хабары бар, накладной толтыра алатын, СФ толтыра алатын, госзакуптен келген договорға подпись қоя алатын кісілер, бұлар тек қана омаркет сұрайды. Міне осындай кісілер де бар, тек қана омаркет оқығымыз келеді, тек қана омаркет үйренгіміз келеді, қалған барлығын білеміз дейтін болсаңыздар, тек омаркеттің өзін ғана оқып алуға болады. Тек омаркеттің өзін. Енді нөлден бастайтын кісілер, госзакупқа регистрация өтпеген, тариф оплатасын жасамаған, тариф төлемеген, то есть. Енді тариф дегенімізде үлкен проблема емес. Омаркетпен жұмыс жасау үшін госзакупқа төлейтін тариф, 1 жылға жарамды тариф, ол 1 МРП. 1 МРП дегеніміз 2917 теңге. То есть, сіздер сол тарифті төлеу, жаңағы накладнойды толтыру, оның ішінде жаңағы СФ-ны толтыру, осының барлығынан хабарыңыз бар болып тұрса, онда тек омаркеттің өзін оқып алуға болады. Оған бар жоғы 2-3 күн жетеді. Негізі енді мемлекеттік сатып алудан жалпы правиладан хабары бар адамға 2 күндік обучение жетеді омаркет бойынша, тек омаркет болатын болса. Ал енді егер жаңағы СФ-ны, накладнойды қосып барлығын толыққанды үйрену керек болатын болса, онда достар, әрине онда толыққанды курс өту керек болады. Және дополнительно біз курсқа қосып отырмыз, ол ИП-ның отчеты. 910 форма. Барлықтарыңызға естіліп тұр ғой, достар, е? Барлықтарыңызға анық естіліп тұрса, бір плюс қойып өтсеңіздер, сіздердің бар екендеріңізді, естіп отқандарыңызды кішкене мен де біліп отырсам. Бізде жабық чат бар. Сол жабық чаттың ішінде әрине көп деген кісілер жетістікке жетіп жатыр. Мен өздеріңізді көріп отырсыздар, сториске қойып шығарып отырамыз, публикацияға шығарып отырамыз. Өздеріңіз біздің жабық чат қалай жұмыс жасайды, содан хабардарсыздар. Біздің жабық чатта отыратын кісілер, міне өздеріңіздің қастарыңызда да отыр. Міне осы бізден курс өткен кісілер, курс өтіп жатқан кісілер. Так, сұрақ қойыпты, бір сұраққа жауап беріп өтейін. Наска Ерзат, тараздық ханым, постоянно біздің вебинарымызды жібермейді, қарап отырады. Тек омаркет бағасы қанша теңге болады дейді. Қараңыздар, жаңа мен акция бойынша айтқан болатынмын. Осы сентябрь, қыркүйек айының 30-на дейін
төлем жасап үлгерсеңіздер, сіздер акциямен төлеп үлгересіздер. 30-нан былай қарай уже акция действовать етпейді. Акция минимальный ғана акция жүреді. Қазір жеке курстың бағасы 180 мың теңге. 30 қыркүйекке дейін тіркеліп алсаңыздар, сабақты кейін өтсеңіздер де болады. Тіркеліп алсаңыздар, 30 қыркүйекке дейін бағасы 100 мың теңге. Бұл тоже гарантированный курс. Енді бір кісілер айтады, 100 мың теңге деген қымбат қой, 180 мың теңге деген қымбат қой деп. Енді айына 600 мың теңгені емізулі баласы бар әйел кісі үйде отырып, айына 600 мың теңге табады ол маркеттен. Енді басқа отмазка айтатын, басқа істей алмайым, жасай алмайтын деген адамдарға уже бұл ұятта шығар өйтіп айту. Енді қараңыздар, сіздер бір рет төлейсіздер, ол 100 мың теңге сіз курсқа ғана төлемейсіз қой, сіз сопровождение, консультацияға да төлейсіз. То есть бір жыл бойы сіз консультация, сопровождение алып отырасыз, сұрағыңызға жауап алып отырасыз, техникалық сұраққа поддержка алып отырасыз. То есть жеке курс қазір акциямен 100 мың теңге. Топпен оқитын курс, офлайн бір айлық курс, ол 150 мың теңге, акциямен 70 мың теңге қазіргі таңда. Бұл да толыққанды курс. Енді тек қана Омаркет оқимын дейтін болсаңыздар, Омаркет акциямен 50 мың теңге. 49.990 теңге, енді 10 теңгесі кем 50 мың теңге. То есть мынандай госзакуптан хабары бар кісілер, сіздер просто жабық чатқа тіркеліп алсаңыздар да болады, болмаса 2 күндік курс өтіп алсаңыздар да болады. Міне сіздерге живой пример айта кетейін. Перизат деген ханым бізден обучение өткен жоқ. Өзі бізге тіркелді. То есть обучение өтпей, сіздердің жабық чаттарыңыз ғана керек маған деді. Жабық чаттарыңызға тіркелем, сөйтіп ары қарай өзім жасайын, маған тек сопровождение, техподдержка жасап беріп отырыңыз деді. Бізде жеке курс өткен кісілер бар, марафон өткен кісілер бар, 6 күндік марафон өткен кісілер бар. Аллаға шүкір, барлығы табысқа жетіп жатыр. Енді жаңағы Перизат деген ханым, ол тек қана жабық чатқа тіркелген, айына 600 мың теңге ақша тауып жатыр. Ең азы дегенімізде 350 мың теңге, ең көбі осы уақытқа дейін 4 айдың ішінде әр айға шаққанда, әр айдың өзінің табысы 350, 450, 550 деген сияқты. Ол кісі мына 600 мың маржа таза жаптым осы сентябрь айында деп бүгін бізге жазып жіберді жабық чатқа. Біз соны тіркеп шығарып қойдық. То есть ол кісі тек қана жабық чатқа тіркелген, соның ішіндегінің бәрін ақтарып, қопарып, өзіне керегінің бәрін суырып, сүзгіден өткізіп, енді телеграмды өздеріңіз білесіздер, WhatsApp сияқты емес, осы күнге дейін кімдер не жазды, жазбаның бәрі сақталып тұрады. Біз ештеңе өшірмейміз, ештеңе удалить етпейміз, өйткені оның ішінде жазылған әр сөздің барлығы ақпарат. Ол жаңадан жұмыс бастап жатқан адамдарға өте көмек. Мына жұмысты бастап, тастап кетіп, кейін қайтадан айналысып жатқан кісілерге бұл өте пайдалы. Өйткені барымызды да есімізде, мысалы мектепте оқыған кезде де бір класста ең көп дегенде 5 отличник болады, қалғандар ударник, одан қалғандар троечник, двоечник ала кете береді. Сол сияқты кез келген осындай білім ордасы болмасын, біреу бірден қабылдай алмайды, біреу 2-3 қайталап барып түсінеді, біреу бір айтқаннан қағып алады, біреулер 5 рет, 6 рет айтылса да ол түсінбеуі мүмкін. Әр адамның қабілеті, ойлау өрісі, деңгейі, көзқарасы өмірге деген. Әрине ол адам, алға қарай ұмтылам деген адам, одан қорықпау керек. Кез келген нәрсені жеңіп шығуға болады, кез келген нәрсеге қақайып қарсы тұруға болады. Егер қастарыңызда біз болсақ, біздің командада болсаңыздар. Омаркет бойынша жұмыс жасау, факторингті пайдалану бойынша және курсқа тіркелген кезде. Содан кейін тағы да бір үлкен қателік жасайды, біздегі курс өтіп жатқан кісілер өте үлкен қателік жасайды. Курсқа тіркеледі, біздің сопровождениеміздің, техподдержкамыздың өте жоғары деңгейде екенін түсінеді. Содан кейін 4-3 сабақтан кейін ары қарай сабаққа қатыспай қояды. Уақытым болмай жатыр, қолым тимей жатыр. Бірақ кейінгі қойып отқан сұрақтарды қарасаңыз, сабаққа қатыспағандығын түсінеміз. Сопровождение консультацияға. Әрине, сопровождение консультация деген ол өте ыңғайлы, тиімді. Біз өзіміз жағымыздан да және бізден курс өтіп жатқан оқырман тарапынан да. Кешірім өтінем. Мынау кішкене дұрыс көрсетпей қалды ма, интернет ұстамай қалды ма. Мынау курс өткен кісілер, мынау курс өтпеген кісілермен айырмашылығы. Осы туралы да сіздерге айта өтейін. Курс өтпеген кісілер жаңадан келген уақытта өзі шешім қабылдап, әрең дегенде кіріп қосылып, 1-2 курсты өтіп, 1-2 жұмысын жасап, 3-ші жұмысқа келгенде шешімін таба алмай жатса,
көбінесе жасайтын үлкен қателік. Қойшы сосын істеймін, қазір миым ашып кетті, жауап қойып қояды. Одан кейін тағы да бір уақытта ашады, оны тағы да жасай алмай жабады, содан кейін ол қалады, бітті. Соның барлығы артта қалады. Енді бірнеше уақыттан кейін ол басқа адамдарға айтатын сөзі былай болуы мүмкін. Білмеймін, оқып көрдім, дымда түсінбедім, болмаса оқып көрдім, ешқандай да табыс жоқ деп. Бірақ ол даже элементарно әшейін товар тіркеуді білмейді, болмаса о-маркетке тіркелуді білмейді, даже ЭЦП деген не екенін білмейтін адамдар бар екен. Бірақ курс өткеннен кейін де білмейді ЭЦП деген не екенін. Сол себептен достар, егер курсқа жазылам, өтем, қатсам дейтін болсаңыздар, жарты жолда тірлікті шикі қып тастап кетпеуге тырысыңыздар. Егер сондай екі ойлы болсаңыздар, онда қоя тұрғандарыңыз дұрыс. Жоқ, мен қатысам, сіздерден қалмаймын, сіздермен бірге болғым келеді дейтін болсаңыздар, онда бізге жабық чатқа, кешірім өтінемін, директке жазыңыздар, телефондарыңызды қалдырыңыздар, тіркеліп қалғым келеді дейтін болсаңыздар, біз әрине қона сізге көмектесуге дайынбыз. Так, Наска ханым, самұрыққа жеңілдік бар ма дейді. Жоқ, самұрыққа жеңілдік жоқ. Өйткені самұрық, госзакуп деген ол жерде тендер. Тендердің ол жерде функциялары өте күрделірек. Енді әрине білмеген адамға қиын, үйреніп алған адамға ол өте жеңіл болады. Ол енді үйреніп алған адамға жеңіл болады деген қандай адамға үйреніп, тендерге қатысып, ұтып, поставкасын жасап, болмаса қызметі, жұмысы болса, сол қызметін жұмысын жасап беріп, ақшаңызды қолыңызға алған уақытта сіз екінші, үшінші тендерге қатысуға өзіңіз асығатын боласыз. Сол кезден бастап, мысалға, енді өздеріңіз білесіздер, порталдың ішінде 4 түрлі способ закупки бар. Қай порталды алсаңыз да, жаңағы закрытый да бар конкурс, открытый конкурс бар. Енді тек қана мынандай кісілер бар, тек қана ЗЦП-ны білет, запрос ценовое предложение, оның ішінде тек қана товар бойынша қатыса алады. Сөйтіп тендердің бәрін білем деп айтатын кісілер бар. Не білесіз, о-маркетті оқығым келеді дейді, не білесіз портал туралы, госзакуп туралы не білесіз деп бірінші адамның деңгейін сұраймыз. Қандай деңгейде, неден хабар, және білетін ақпараттары дұрыс алған ба, дұрыс пайдаланып жүр ма. Біз бірінші соны түсінеміз, деңгейін білу үшін. Ол кісілер айтады, порталдардың бәрін көріп тастадым, бәрін шақырып тастадым, бәрін білем дейді. Бір-екі сұрақ қоямыз, элементарны күнделікті тендер жасап жүрген адамдардың. Ол кісілер жауап бере алмайды. То есть ол кісілер дайын емес. Қатып қалып жатыр ма, Наска ханым? Бізде интернет Астанада өзі аптасына бір кейде сондай күндер бар. Или блокировать етеді сетті, или сет өзі слабить етеді, ол жағын мен разбираться ете алмаймын. Бірақ осындай кездер бізде болып тұрады. Кешірім өтінеміз әрине. Кей кездерде мүлдем кіре алмай да қаламыз, кәдімгі ештеңе істемей қалады. Енді біз сол үшін де осы кешкі уақытта, негізі кешкі уақытта әрине еркін болатын, жеңіл болатын, күндізгі уақытта қатты блокировать ететін. Енді қазір уже кешкі уақытқа да көшкен сияқты. Қалғандарыңызға, барлықтарыңызға жақсы естіліп тұр ма? Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, сіздерге жауап беріп өтейін. Біздің акциямыз осы 30 қыркүйекке дейін ғана жарамды. Осы 30 қыркүйекке дейін тіркеліп үлгергендеріңіз үлгердіңіздер, үлгермегендеріңіздер жаңа бағамен аласыздар. Жеке курстың жаңа бағасы 180 мыңнан, оны да қысқартып отырмыз, 150 мың теңге болады. Ал жаңағы топпен оқитын курс 100 мың теңге болады. Оның ішіне тағы да айта кетейін, жаңадан қосылған кісілерге айта кетейін. Оның ішіне ИП-ның отчеты да қосылады достар. 910 форма. Қалай отчет тапсырамыз? Кім көргенге жем болмаңыз. 30 мыңдап, 40 мыңдап төлеп, 10 мыңдап, 20 мыңдап төлеп отчетін тапсыр деп. Ол деген түкте қиын емес. Әрине білмеген адамға қиын, ылғи айтам, білмеген адамға қиын. Білетін адамға ол жеңіл. Ол біз соны дополнительно қосып отырмыз. Және факторинг компаниясын қалай пайдаланамыз, соны қосып отырмыз. Жаңадан келген кісілерге тағы да құлақ астырып айтып өтейін. Факторинг компаниясы оборотында ақшасы аз кісілерге өте тиімді, өте пайдалы. Мынау ақша санай алатын кісілер, кеше осы факторинг жайлы айтсам, бір кісі ренжіп жатыр. Неге маған менің ақшамнан ол ақша ұстап қалады? Неге мен оған 2%, 1%, 3% төлеуім керек, маған ақшамды ерте берген үшін дейді. Өйткені ол кісі ары қарай түсінбей тұр. Ал екінші бір кісі айтады, мынау деген өте тиімді нәрсе, қолдағы ақшамызды жылдам өсің. Тезірек өсіріп, көбейтіп алғанға өте тиімді деген, маған тезірек факторингті түсіндіріңіз, тезірек қосып беріңіз, тезірек айтып беріңіз деп. То есть 100 адам болса 100 түрлі пікір болады деген рас. Барлықтарыңыз білесіздер, 100 түрлі пікір, әрқайсының өмірге деген көзқарасы, әрқайсының
мынау отношениясы айналасына, ол өзінің ішкі айнасы, ішкі жан дүниесі. Жаңағы кісі айтады, ақша санай алатын адамдардың барлығы факторингпен жұмыс жасап кету керек, менің ойымша дейді. Оборотта ақшасы жоқ кісілер. Мысалы 3 миллион теңге ақшаңыз болса, оборотта 10 заявка жапсаңыз 300 мың теңгеден, бір 10 күннің ішінде. Қалған 20 күн бойы келген заявкаларға ақшаны қайдан табасыз? Қалай тез аласыз? Тура осы бойынша факторингті пайдаланып қалсаңыздар болады. Так, Дулатбаев Таншолпан дейді. Бірақ сабақты дұрыс өте алмай жатырмын. Мен жақтан сет дұрыс болмай жатыр. Тек видео арқылы көріп өзім тіркеліп істеп жатырмын дейді. Аллаға шүкір. Мынау осылай отважный оқып бір кісілерге барлығы компьютері да бар, Wi-Fi да бар, телефоны да бар, инструменттің барлығы бар. Бірақ курсқа қатыспайды, әрдеңені сылтау қылып. Бір кісілерде ештеңе жоқ, жоқтан бар істеп, алға қарай ұмтылады. Негізі өмірдің қызығы сол ғой. Мысалы, баяғыдағы 20 ғасыр, 19 ғасырда ағартушы ғалымдардың барлығы сол майшаммен оқыған, білімді ізденген майшаммен, жаңа қораның үстінде, сарайдың ішінде деген сияқты әртүрлі жағдайға қарамастан алғысы келген білімдерін ізденіп алатын болған. Ал бізде қазір барлығы толып тұр. Былай қарасаңыздар, осы Омаркеттің де курсы, жаңағы тендерлердің де курстары интернеттерде толып тұр. Тек қана ізденіп пайдаланған адам жей алмайды. Қарап отырған адам, үйреніп алып түк істемеген адам оның жемісін жей алмайды. Бір кісілер бар, дипломы бар, 3-4 дипломы бар, шетелде оқып келген, 700 мың теңге, 1,5 миллион теңге айлық алады. Бірақ мақсаты жоқ, ақша тапқанның барлығы берекесі жоқ, қайда кетіп жатқанын өзі білмейді. Өйткені ода мақсат жоқ, көздеген, дәлдеген арман жоқ. Содан кейін оның табысының барлығы мезгілсіз, ретсіз, орынсыз, ол қайда кеткенін өзі де есеп бере алмайды. Егер алдына мақсат қоятын болса, ол 1,5 миллион теңге емес, 150 мың теңге айлықпен де, 300 мың теңге айлықпен де сол мақсатқа кеш болса да жетеді, алға қарай ұмтылған адам. То есть мен айтқым келіп отқаны, ештеңені сылтау қылмаңыздар. Ешқашан ертеңге, арғы күнге, он күнге қалдырмаңыздар. Бүгін көрген нәрсені бүгін бастауға тырысыңыздар. Өтіп кеткен өміріңізді өзгерте алмайсыз. Алдыңызда келе жатқан өмірге көресіз бе, оны көрмейсіз бе, білмейсіз. Сол себептен бүгіннен бастап өздеріңіздің алдарыңызға мақсат қоя біліңіздер. Беріп тұрған мүмкіншілікті пайдаланып үлгеріңіздер. Тоже бір кісілер, енді өздеріңіз сияқты кісілермен біз сөйлесеміз, бізге айтады, сіздерде бұрын баға 28 мың теңге болып еді, бұрын баға 50 мың теңге болып еді, неге қазір мынандай болып келе жатыр, мен ылғи төлеймін деген сайын өсіп кете береді дейді. Көрдіңіздер ме? Ол адамдар ойланып жүр, ал енді бір кісілер біз бағаны айтқызбай жатып, бізден реквизит сұрайды да бірден оплатасын жасап, жұмыстарын жасап кетіп жатыр. Курстарын өтіп, жұмыстарын жасап кетіп жатыр. Бір кісілер ойланып жүр. Март айында, наурыз айында сөйлескен екенбіз, сообщениеде сохранить етіліп қалған. Содан кейінгі уақытта март айында 28 мың теңге болған екен. Ол қазір 70 мың теңге болған кезде сатып алды курсты. Енді достар, қазіргі уақытта да біз акция жариялап отырмыз. Сіздерге ескертіп айтып жатырмыз. Мүмкіншілік болатын болса, жібермей қатысып тіркеліп алыңыздар. Вақтаби кісілер көп болды бізде. Курсқа қатысамаймын қазіргі уақытта, демалысқа келген уақытында қатысам, сол кезге маған ыңғайластырып беріңіз деп, акция кезінде оплаталарын жасап, демалысқа келген уақытта 1 айдан кейін, 1,5 айдан кейін олар сол курстарын өтіп, қазір табыстарына жетіп жатыр. Так, қандай сұрақ бар екен тағы да? Мен скидкамен қатысып жатырмын дейді Дулатбаева Таншолпан. Жарайды, жақсы, саламатсыз ба, естіліп тұр дейді. Так, достар, түсінікті ғой, басқа сұрақтарыңыз болмаса. Так, Омаркеттен қандай товар ходовой дейді. Омаркеттегі қазіргі таңдағы ходовой товар түрі автозапчасть пен стройматериал. Қазіргі таңда автозапчастьқа енді сұраныс өте көп. Және өздеріңіз Омаркеттің ішінде жұмыс жасап отқан кісілер болса, араларыңызда, уже біртін-біртін 1-2 заявка жапқан, әлі түсіне алмай жүр, бірақ жұмыс жасап жүрген адам болса, сонда да енді алға қарай тырпындап жұмыс жасап отқан кісілер. Ішін ақтарып қараңыздар. Каталогқа тіркелмеген товарлар бар. Бағасы қойылмаған қаншама товар, мыңдаған товар түрі бар. Неге ізденіп қоя бермейсіздер? Жаңағы Перизат ханымнан сұрап жатыр, қандай товар сатасыз, қалай 600 мың теңге тауып жатсыз айына, үйде отырып. Ол кісі де сатылатын нәрсенің бәрін сатып жатыр дейді.
То есть міне осындай подход болу керек Омаркетке. Сіздер Омаркетке тіркеген товар, сіздер Омаркетте магазин аштыңыздар, электронды магазин ашқанмен бір дейсіздер. Ылғи вебинарда айтамын. Сіздер мысалы магазинге кірсеңіздер, канцелярский товардың магазиніне кірдіңіздер, қайшы, өшіргіш, карандаш қана тұрмайды ғой ол жерде. Ол жерде 1000 түрлі товар тұрады. Сіздің де ипіңізде товар 1000 түрлі товар тұру шарт. 250-300 товар, 500 товар. Біреуін тіркеп үйреніп алғаннан кейін адам қол үйренгеннен кейін ол жылдам болады. Тіркеп тастаңыз патырлап товарды, заявканы қабылдаңыз, одан кейін оптовикке барып, оптовиктің товарын тіркеп тастаңыз, соның фирмасының атынан. Аутсорсинг услуга жасаңыз соған. Және тағы бір мәселе, заказчик тарапынан Қазақстан бойынша Қазақстан бойынша Омаркет бойынша заказчиктерге обучение жүргізетін тек қана біз. Әрине тағы да бар шығар, бірақ әлі ешкімді кездестірмедік. Егер заказчиктер тарапынан курс өткісі келетін адамдар болатын болса, өздеріңіз жұмыс жасап жатқан заказчиктер болатын болса, соларға бізді ұсынып айтсаңыздар болады. Толыққанды тура осындай условия, 1 жылдық сопровождение, консультациясы бар ішінде, курсты толыққанды өте алады. Және заказчиктерге де аутсорсинг жүргізе аламыз. Заказчиктер өздері Омаркетпен жұмыс жасай алмай, заявка бере алмай, заявка берсе, оны отказ беру, аннулировать ету, қандай жағдайда заң рұқсат бере ме, бермей ме, міне осы тараптан білмейтін кісілер өте көп. Біз ол кісілерге де обучение жүргіземіз және аутсорсинг қызметін жасаймыз. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, осы туралы білгілеріңіз келетін болса, бізге жазып жіберсеңіздер болады. Біздің директке. Жалпы жақсы достар, аман болыңыздар. Жақындарыңызға аман болыңыздар, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Сетевой, мынау пирамида дегенмен мүмкін болса, қолдан келсе жоламаңыздар, бекерге уақыт жоғалтасыздар. Сол заказчиктерді жақсылап оқытсаңыздар дейді. Әрине, заказчиктерден қиындық көріп жатқан адамдар өте көп. Өйткені заказчиктерге де кінә артуға болмайды. Өйткені Госзак порталда бастап ашылған кезде осындай біраз уақыт, былай айтқанда жалпақ тілмен каша болған адамдар үйрену үшін. Қазіргі таңда да кішкене бір қалыпқа түсу үшін заказчиктер жұмыс жасау керек. Біреу жұмыс ауысып кетеді, біреу жаңадан жұмысқа келеді. Ол пока меңгеріп түсінем дегенше тағы бірнеше уақыт. Қаншама поставщиктің көз жасы деп айтсақ та болады. Қаншама поставщикті қинайды. Оны өзіміз де білеміз. Өйткені заказчиктер де өзіміз сияқты адамдар. Олар да жаңадан жұмысқа келеді, ауысады, жаңадан отырады, сол себептен қиналуы мүмкін. Сіздер де бірден, егер тіл табысамай жатсаңыздар заказчикпен, оны бірден жау көріп, ұрыспай, қолдан келгенше түсінуге тырысып көріңіздер, қолдан келгенше. Өйткені жаңа айтып отқандағыдай, олар өздерінің жұмыстарын толыққанды білмеуі мүмкін. Жақсы онда достар, бай болса, қазақ бай болсын деп қазір жер-жерден айтып жатырмыз. Жағдайы жақсарса, қазақтың жағдайы жақсарсын. Баласы көп болса, қазақтың баласы көп болсын. Қарызы жоқ болса, қазақтың қарызы жоқ болсын деп. Барлығымыз бір-бірімізге осындай демеумен, көмекпен, бір-бірімізге жол көрсетумен аға-іні боп жұмыс жасауға, осылай сіздерге қызмет жасап, алғыс естуге бізге жазсын. Сіздер бізден курс өтіп, жалғыз бізден емес, басқа да сала бойынша жұмыс жасап жатқан болсаңыздар, курс өтіп жатқан болсаңыздар, білім алған білімдеріңіздің результатын көріңіздер. Әркез сіздерге сондай жақсы тілектеспіз. Жақсы аман болыңыздар.